Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бірінші сынып ана тілі. Үшінші сабақ. Бүгінгі сабақтың тақырыбы дыбыстар мен әріптер. Олай болса, бірінші жаттығуға назар аударайық. Суретке қара. Айналамыздан қандай дыбыстарды естуге болатынын айт. Балалар, суретте қай мезгіл бейнеленген? Әрине, қыс мезгілі, иә? Мұнда біз нелер көріп тұрмыз? Және қандай дыбыстар естиміз? Құстың, балалардың шулағанын, көшеде кетіп жатқан, ары-бері жүріп жатқан түрлі машиналардың дыбысы. Автобустың, жеңіл машина, жүк көлігі және ұшақтың, иә балалар? Және біз ары-бері жүрген кезде аяғымыз қытыр етіп, қарды басқан кезде ол да біз белгілі бір дыбыс шығарады. Иә балалар? Әр қайсының өзіне тән дыбысы бар. Біз ол дыбыстар арқылы ол заттың не екенін аңғаруға да болады. Мысалы, ұшақтың гүрілін, иә балалар? Біз автобустың дыбысын естігенде оның автобус екенін аңғарамыз, иә? Құстың сайрағанын естігенде оның құс екенін аңғарамыз. Яғни біз айналамыздағы дыбыстарды есту арқылы ол заттардың не екенін білуге де болады екен. Олай болса, келесі жаттығуға назар аударайық. Екінші жаттығу. Мәтінді тыңда. Дыбыстар. Қоршаған ортада түрлі дыбыстар естіледі. Судың сылдырын, құстың сайрағанын, ұшақтың гүрілін естиміз. Ал тіл дыбыстары бұл дыбыстардан өзгеше. Тіл дыбыстары арқылы біз сөйлейміз, ойымызды жеткіземіз. Балалар, тіл дыбыстарының басқа дыбыстардан өзгешелігі неде? Әрине, біз ойымызды тіл дыбыстары арқылы өз ойымызды жеткізе аламыз, иә? Сөйлем құралып, оның мағынасы болады, сөз құралады дыбыстардан, дұрыс па балалар? Ол арқылы бір-бірімізбен байланыс орнатып, бір-бірімізді түсінетін боламыз. Су, тіл, құс сөздеріндегі дыбыстардың орнын ауыстырып айтып көрейік. Сөз мағынасын түсіндің бе? Қане, уыз, літ, соқ. Балалар, біз дыбыстардың орнын ауыстырғанда белгілі бір мағына берді ме? Әрине жоқ. Тек қана ол мағынасыз дыбыстар ғана болып кетті. Енді есімізге сақтайық. Сөз, балалар, дыбыстардан құралады. Дыбыстарды біз айтамыз және оны естиміз. Мысалы, а десек. Біз а деп тұрғанда дыбыстарды не істеп тұрмыз? Айтып тұрмыз және оны біз естіп тұрмыз. Ал дыбыстардан жазуда әріппен таңбаланады. Әріптерді көреміз және жазамыз. Естіген а деген естіген дыбысымызды біз егер тақтаға немесе дәптерге жазған кезде ол әріп болып есептеледі. Үшінші жаттығу. Сөздерді көшіріп жаз. Ай, ине, бота, лақ, торғай, қарға, қарбыз, мектеп,
көше, ауыл, қала. Сөздер неден құралған? Сөздер әріптерден құралған. Берілген сөздерде неше әріп, неше дыбыс бар? Ал балалар, қане? Бірінші сөз ай. Неше дыбыс бар? Неше әріп бар? 2 әріп бар. Дұрыс па балалар? Неше дыбыс бар? 2 дыбыс бар. А деген бір дыбыс, я? И деген екінші дыбыс. Яғни 2 дыбыстан, 2 әріптен бір сөз құралып тұр, және ол сөздің мағынасы бар. Дұрыс па балалар? Жарайсыңдар. Ары қарай осылай өздерің таңдаңдар. Балалар, және орындаған тапсырмаларыңда мұғалімдеріңе тексертуді ұмытпаңдар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.